Баршаңызға сәлем, құрметті менің оқырмандарым, көрермендерім. Мен жоғалып, тағы да бұйырса сабақтарын жалғастырайын деп отырмын. Сіздердің жақсы сөздеріңізді, жылы лебіздеріңізді, рахметтеріңізді, алғыстарыңызды естіген сайын сіздерден ұяламын. Сіздердің сенімдеріңізді ақтамағанымды үшін өзім ашуым келеді. Бірақ өмір болғаннан кейін сол әртүрлі себептерге байланысты осы сабақтарды үздіксіз түрде жалғастырудың бір мүмкіндігі болмады маған. Біресе ана причина, біресе мына себеп, біресе ана себеп деп үзіліп қала береді. Оны 45 рет айтып керек жоқ, не себептермен үзілгенін білесіздер. Бірақ дегенмен де жаңағы интернет орнына келгеннен кейін де ары қарай сабақты жалғастырып жазу керек еді. Ол кезде өзіміздің халқымызға тән жалқаулық мойынға мініп алды да содан түспей қойды, айлап. Сіздерден жаңа жылы лебіздеріңізді естіген, жаңа комментарийлерді көрген сайын шынымен де қысылып, ұялып, өзімді сол жетелеп, жаңағы мәжбүрлеп бір сабақтар жаздым. Негізі маған ұнайды, аз да болсын өзімнің халқыма, қазақтың жастарына бір пайдам тиіп жатқанына. Бірақ сол жүйелі түрде осы істі жалғастыруға әртүрлі себептер болып қалады, одан кейін жалқаулығын ұстап қалады деген сияқты. Енді мен бұғанға дейін де сіздерге айтқанмын, жоғалып кеткен кездерім болған, мен айтқанмын, енді осыдан былай жүйелі түрде шығарып тұрамын сөз деп. Бірақ өкінішке қарай ол сөзімде тұрмадым. Сондықтан да қазір мен сіздерге сөз бере алмаймын. Енді бұйырса мүмкіндігінше сабақтарды жазып, уақытымен көп жоғалмай, сіздерге көп күттірмей шығуға тырысамын. Енді өзім сөз берген жоқпын, бірақ ойлаймын, шашым таза болса да, кір болса да, бір қасым жуан, бір қасым жіңішке болса да, қалада болсам да, ауылда болсам да, көңіл күйім жақсы болса да, жаман болса да, мүмкіндігінше қай кезде болсын әйтеуір сабақты мен салып тұрым керекпін. Қазір ой, ана жер жаман, мына жер жаман, бүгін шашым жаман, киімім жаман, мына арт жағымдағы фонд жаман деген сылдаулар көп. Сөздің шыны керек, оны мойындау керек. Жалпы қазақ, біз жалқау халықпыз. Бізден басқа халықтардың бәрі баяғыда осы ютубты, инстаграмды шырайландырып бизнестерін домалатып жатыр. Бізде бір санаулы, саусақпен санайтын ғана адамдар сонымен айналысады. Ал басқамыз сол бір бастаймыз, шабыт келіп, одан кейін алдымыздан қандай да бір кедергілер шыққанда сылқ ете түсеміз де сосын жалқаулыққа беріліп жүріп аламыз. Ол құпия емес. Сонымен бірнеше сабақ жаздым. Енді оны монтаждау керек. Өздеріңіз білесіздер, бұрынырақта менің өзімнің операторым, өзімнің монтажерім болған, көмекшілерім болған кезде жұмыс істеу оңай, өйткені менің үлесім тек сабақты дайындап жазу ғана еді. Қазір енді монтажер мен ол оператордың жалақысын төлеу менің қалтама жаңағы не келді? Мен қалтама ауыр келгендіктен мен еріксіз бұл жұмысты бәрін өз басым істеуге мәжбүр болдым. Сондықтан да осыған дейін айтқандай, менің жаңағы жасаған монтаждарым, қазіргі видеоларым алдыңғыдай сапалы емес, техникалық тұрғыдан. Бірақ менің сіздерге беретін материалдарым, өзімнің сабақты сіздерге беруім менің сол қалпында қалды. Өйткені мен ешқайда кеткен жоқпын. Тағы да айтайын дегенім, жылы лебіздеріңізге, алғыстарыңызға мың да бір рахмет.
маған айтқан жылы сөздеріңіз өзіңізге 3 есе 5 есе болып оралсын. Сіздердің енді сенімдеріңізді ақтауға тырысамын. Әйтеуір жаңағы қазақтың жастарына пайдам тиіп, осы сабақтан сіздер үйреніп жатсаңыздар, сіздердің өмірлеріңіздің сапасын жақсартуға көмегі тиіп жатса, ол мен үшін өте бір қуанышты жағдай. Сонымен күтіңіздер, бұйырса өте жақын арада ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бәріңізге рахмет, аман сау жүріңіздер.